Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8 сыныптың Қазақстан тарихынан бөлімді жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламын. Бұл БЖБ 1-ші тоқсанның нөмірі 2-ші БЖБ-сы. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, достарыңа таратып, қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Сіздің қолдауларыңыз маған күш-жігер береді. Олай болса бастаймыз. 18 ғасырдағы қазақ хандығы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл бөлімге қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы және Абылай ханның ішкі және сыртқы саясат тақырыптары кіреді. Сіздер қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттайсыздар және қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға бересіздер. Бірінші тапсырма: қазақ жерінің Ресей империясына қосылу барысын ретімен орналастыр. Сейітқұл Құндағұлұлы менен Құтлымбет Қоштайұлы Петербургқа күшсіз қазақтарын Ресейдің қол астына өту туралы өтініш хатын тапсырды 1730 жылы қыркүйекте. Екінші, Ресей императрицасы Анна Иоановна кіші жүзді Ресей қол астына алу туралы грамотаға қол қойды 1731 жылы 19 ақпанда. Әбілқайыр ханнан және қазақ сұлтандарынан ант қабылдау үшін Қазақстанға Ресей сыртқы істер коллегиясының тілмәші Тевкелиев бастаған елшілер келді. Бұл 1731 жылы көктемде келді. Сенаттың обер хатшысы Кириллов басқарған Қырғыз Қайсақ экспедициясы келді. 1734 жылы келді. Кириллов қайтыс болғаннан кейін оның орнына Татишев Орынбор өлкесінің жаңа губернаторы болып тағайындалды. 1738 жылы тағайындалды. Екінші тапсырма: Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау жасау. Бұл тапсырма бойынша Абылай ханның ішкі саясатының екі бағытын жазуларыңыз керек. Абылай ханның сыртқы саясатының да екі бағытын жазу керек. Сондай-ақ осы ханның жүргізген саясатының тиімділігіне баға беруіміз керек. Оған екі дәлел келтіру керек. Абылай ханның ішкі саясатының бағыттары. Тәуке хан кезінде қазақ хандығы бір орталыққа бағынды. Бірақ Тәукенің мирасқорлары осы бір орталыққа бағынған мемлекетті ұстап тұра алған жоқ. Сұлтандардың ішінде, кіші хандардың ішінде алауыздық өрбіді. Сондықтан Абылай хан бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құруды алдына мақсат етіп қойды. Ол үшін хан билігін шектеусіз етті. Билер қызметіне шектеу қойды. Ал аймақты басқару үшін өзінің айналасына адал адамдарды, таңдаулы адамдарды жинастырды. Абылай ханның екінші басты ішкі саясатының бірі ол өз хандығын дамыған, отырықшы, саудасы дамыған күшті мемлекетке айналдырғысы келді. Сондықтан Ертіс, Есіл өзендері бойында, Тарбағатай, Көкшетау өңірлерінде егіншілікті енгізді. Орта Азия елдерімен, Ресеймен, тағы басқа көрші елдерменен сауда қарым-қатынасын дамытты. Абылай ханның сыртқы саясатының бағыттары. Жалпы Абылай хан қазақ хандығының тұтастығына ешкім қол сұға алмайтындай дипломатиялық саясат жүргізді. Мәселен, Ресейменен өзара қарым-қатынаста бейбіт көршілік саясат ұстауға тырысты. Әбілмәмбет ханменен бірге 1740 жылдары Ресейдің боданы болуға ант берді. Бұның себебі жоңғар басқыншылығынан бір жағынан қорғану болды. Екіншіден, Ресей мемлекетімен дипломатиялық және сауда байланыстарын орнатты. Бұл уақытта Ресей мемлекеті қазақ шекарасын бойлай бекіністер салған болатын. Олардың әскери бастықтары болды. Осы әскери қызметшілердің орынсыз талаптары менен әрекеттерінен өзінің халқын қорғай білді. Абылай ханның сыртқы саясаттағы екінші бір басты бағыты жоңғар шапқыншылығына қарсы күресуі болды. Бұл ретте Абылай хан Ресей мемлекетіне бағыну арқылы Ресейден әскери көмек болама деп ойлады. Бірақ Ресей үкіметі қазақ хандығына ешқандай да әскери көмек берген жоқ. Сондықтан жоңғарларға қарсы күресте өз әскерінің күшіне қана сенді. Әсіресе Абылай ханның еділ қалмақтарына қарсы күресі, сондағы жеңіске жетуі Абылайдың абыройын арттырды. Сондай-ақ Абылай хан өзінің шекарасын, оңтүстікте шекарасын ала беретін қырғыздарға қарсы күресіп жеңіске жетті. Абылай ханның саясатының тиімділігіне баға беріңіз дейді. Оған бірінші дәлелге Ресей мен Қытайдың ресми түрде боданы болып, бірақ іс жүзінде тәуелсіз билік жүргізіп, қазақ хандығының мемлекеттігін сақтап қалды. Қазақ жерлерін біріктіріп, орталықтанған мемлекет құрды.
Абылай хан 1757 және 60 жылдары Қытайдың билігін мойындағанның себебі мынандай болды. Біріншіден, Ресей бүкіл қазақ хандығының бойына бекіністер салды, қазақ руларының қоныстары тарылды және Ресей патшасының осы аймақтағы әскери акциялары күшейді. Екінші себебі Қытайдың өзінен үлкен қауіп төнді. Қытай империясының қазақ хандығына басып кіру қаупі төнгендіктен осындай саясат ұстады. Бұл саясат өзінің тиімділігін көрсетті. Екінші дәлел, жоңғар және еділ қалмақтары шапқыншылығы кезінде жоңғарлардың қазақ жерін басып алуына жол бермеді. Яғни жоңғарларға және еділ қалмақтарына қарсы қазақ хандығының барлық хандары, батырлары және бүкіл халық болып күресті. Сөйтіп 300 бірігіп, жауға қарсы күресіп, алауыздықты, бытыраңқылықты жоңғарларға қарсы күрес кезінде ұмытты. Достар, мен сіздерге 18 ғасырдағы қазақ хандығына арналған 1-тоқсанның нөмірі 2 БЖВ-сын талдадым. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені тыңдап отырыңыздар. Осы видеоны достарыңызға таратыңыздар. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, маған үлкен мотивация берулеріңізді сұраймын. Сондықтан мен сіздерге тағы да видео түсіретін боламын. Сау болыңыздар.